Ұлтымыздың басынан ат ауыздығымен су ішкен, ер етігімен су кешкен небір қилы замандар өткені тарих парақтарынан белгілі. Сол кезеңдерде ақ алмастай тілімен, сом білектің күшімен ұлт намысын қорғағандар қазақтардың ішінде Малайсары есімді тұлға болған екен. Албан Малайсары батыр жоңғарлармен болған күреске қатынасқан ержүрек ер деп дәріптелсе, 1729 жылы Аңырақай жазығында болған ұрыста қаза болған Арғын Малайсары батыр бәсен тиінде тарихта өз орнын еншілеген батыр тұлға. Кіші жүзде Әйтеке би қайтыс болғаннан кейін би болған Тана Малайсары Тілеукеұлы есімі ұлт тарихында ерекше ілтипаттарға ие болған танымал адам. 18 ғасырда өмір сүрген Қожаберген жырау Елімай дастанында жас бие кіші жүздің Малайсары олдағы ақылайла таба алмады, бас қосып Құлтөбеде кеңес құрып, жөн көрді қоршау бұзып құтылғанды деген өлең жолдарында Малайсарының аузынан ақбаталы сөз төгілген, беделді би болғандығын айқындай түседі. Қазақ тарихында Малайсары есімді атақты адамдар көп. Орта жүзде бар, ұлы жүзде бар деген сияқты. Ал біздің кіші жүздегі Малайсары би атақты би деп есептелінеді. Бұл Тана руынан шыққан белгілі аузы дуалы, сөзі көпке жаққан, ел сыйлаған, қадірменді. Кезінде Нұралы ханның өзі де бұнымен ақылдасқан, сырым баталған, міне осындай белгілі тұлға сырымның ұстазы деп есептейміз. Жайық қойын жайлаған Малайсары би, жалпы бұл кісінің туған өлген жылы туралы нақты дерек жоқ. 1795 жылы туған деп айтамыз, бірақ оның өзі де дәл құжат емес. Керек десеңіз, сол Малайсарының өзінің тегі жөнінде де әлі дұрыс нақты қағазға түскен дерек жоқ. Бірақ ел сыйлаған қадірменді адам. Ең алдымен би ретінде Малайсарының ол сырымның баталған, сырым қайта-қайта келіп ақыл сұрайды. Жас сырымның терең ойлы, сөз саптауында ерекше дарындылық бар екендігін байқаған ауыл ақсақалдары, әкесі датқа, балаң сөзге шешен, ұшқыр ойлы, қара қылды қақ жаратын би болғалы тұр. 12 ата байылының сұлтан сыйық, Тана Малайсары биден баталғаны дұрыс дейді. Ойыл өзенінің сағасында отырған Малайсары биге сырым сәлемдескен соң, би әкең дат замандасым еді, төрінде отырып дәмін татқанмын. Біраз уақыт бұрын біздің байылының екі жігіті бір тартыста әлімдердің қолынан қаза болғанды. Содан бері ара жігіміз алшақтады, бір-бірімізбен аралас болмады. Сол елге аттанып, жігіттердің құнын алып келсең, сенен батам аяусыз балам деп, жас жігітті үлкен істі шешуге жұмсайды. Әлімнің қазығы болған Ақсуат бимен сөз таластырып, тапқырлығы арқылы танылған шешен жігітке разы болған олар, оның алдына 1000 бас қой, 40 құлынды бие, 9 нар түйе айдатып, ал сырымның өзіне 1 нар мыңзет. Жас баланың дауды шешіп келгеніне разы болған Малайсары би, мінезің қара тастай ауыр болсын, арқан қара нардай жауыр болсын, үй сыртынан дүбір кетпесін, құлағыңнан сыбыр кетпесін, жасың 70-ке жетпесін деп бата береді. Осы сәтте сырым, мен бұл батаны былай түсіндім. Қара тастай мінезің ауыр болсын дегеніңіз, қандай қиындық кезде де ұстамды бол. Қара нардай арқаңы жауыр болсын дегеніңіз, елге салмақ түскенде, белі қайыспас қара нардай бол дегеніңіз. Ал 70 жасқа жетпе дегеніңіз, мен 70-ке келгенде 3 пәлеге тап болдым. Олар қара шашты шеше мен қара шашты әке, бой бермес өткелі, түрткісіз тұман дегенсіз. Қара шашты әке мен шеше дегеніңіз, қартайғанда кемпіріңіз қайтыс болып, бала шағаға қарап қалған екенсіз. Тұрмыс тіршілікке араласпас үшін құлағыңызды керең ұстауыңыз қажет. Бой бермес өткеліңіз
екі тізеңіз әлсіреп, дірілдеп қалған екенсіз. Ендеше қолға таяқ ұстаңыз, өзіңізге демеу болады. Түрткісіз тұман дегеніңіз, көзіңізді мұнар шалған екен, шақшасы бар көзәйнек киіңіз, алдыңыз жарқырайды деп бір қайтарыпты. Сонда Малайсары би екінші рет қолын жайып, халқыңның ұлы да бол, құлы да бол деп бата беріпті. Малайсарының бұл енді тек қана осы жайық бойындағы аты белгілі би емес, осы батыс өңірі, мынау әлі-мейлі, сыр бойы, орта жүзге де белгілі болған адам. Малайсарының сөздері ылғи да елді бірлікке, ұлтанды елдің басын аман сақтау, елдің тыныштығы, үлкенді сыйлау, кішінің ұлтжандылығы, міне осындай қай сөзін алып қарасаңыздар, Малайсарының әр сөзі ұғынықты, ақылға толы, елдігін ойлаған тұлға ретінде көрсетіледі. Енді Малайсарының осы арада қонысы туралы бір ауыз сөз айтқан дұрыс сияқты. Жалпы ел аузындағы, халық аузындағы сөзге қарасақ, Малайсарының қыс-қыстағы, жайық бойындағы арғы бетте Топайлы қаласы дейді. Енді Топайлы ауылы бір кездегі, бұл казактардың мекені, соның қарсы бетінде бұның Тоғайдың арасында қыс-қыстауы болған. Қазақ беті дейді ғой. Содан кейін ол жайлауға мынау қазіргі Қызылқоға өңіріне, одан кейін мынау Жымпиты бойына, жайлаулыққа солай шығып араласып тұрған. Елмен араласқан, жұртпен халқы қадірлеген сондай жан. Сондықтан біз оның өмір сүру кезеңіне сай елдің бірлігін ойлаған аузы дуалы би деп есептейміз. Малайсары шын мәнінде сырымға кеңес берген ұстазы, оның Нұралы ханға қарсы көтеріліске шыққанда батыр шәкірті қасынан табылған. Бұл ұрыс 1785 жылы тамызда Дендер тау етегіндегі Ханшаққан деген жерде болған. Сырым батыр дастанында құлдыртыға жиылды, ақсақалдар белсеніп, әулиеге сыйынды, алдар Малайсары бұландар, ақылға артық қырандар, қиядан қарап қиырды деп жырланады. Артына дүниеде үш сөз бар, соны ұмытпай жүрсең, халқың соңынан қалмас. Ұмытсаң артыңа ермес. Ол үш сөз: обал, борыш, сауап деген ұлағаты мол сөз қалдырған дана би шамамен 1790 жылдардың шамасында Малайсары көлі жағасында жаз жайлауында отырғанда 80 жастың айналасында көз жұмған. Кеңес дәуірі саясаты салдарынан қасиетті баба қорымы көзден таса қалып, асыл сөздерінің басымы мүлде жоғалып, бары өзгенің билікті сөзіне телінді. Ұмытпасам, 1999 жылы болу керек. Осы жерге Қазақстанға белгілі күйші, композитор Шәміл Әбілтаев ағамыз Малайсарының орын іздеп сапарлап келді. Қасында белгілі өнертанушы Жарқын Шәкәрім және облысымыздың азаматы Өтепберген, өлкетанушы Өтепберген Әлімберіп ағалар болды. Малайсарының дәл осы жерде кезіндегі Жамбыл совхоздың шаруашылықтың Малайсары дейтін қыстағы болды. Міне сол маңайға келіп, Малайсарының бейітін іздедік, жаңа аталған кісілер болып. Міне сол іздеу кезінде Малайсары би 18 ғасыр деп тасқа жазылған белгі табылды. Міне сол белгілі тауылып, артынан сол жерде Шәміл ағамыз қуанып, мына осы жерде Малайсары атамыздың, Малайсары бидің бұл осы жерде орны деп солай деп белгіленіп кетті. Кейіннен 2002 жылдан кейін 2001 жылы
Малайсары биге арнап мазар тұрғызылды. Оны тұрғызған Бейбіт Таңатаров дейтін кәсіпкер өзінің қаржысына тұрғызды. Міне содан бері бұл жер халықтың келетін үлкен орнына айналды. Осы жерде қасында Махамбет Өтемісұлының үлкен мазары болса, қазір кейінден сол Малайсары биге мазар тұрғызылғаннан кейін шын мәнінде де бұл нағыз халықтың іздеп келетін үлкен арнайы келетін орнына айналды. Халықтың үлкен қолдауына ие болды. Мына қазақтың ен даласын осындай ұлы тұлғалар қазір көркіне айналып отыр. Малайсары бидің айтқан сөздерін, олардың қазақ тарихында қалған ізін онан әрі осы ұрпақ есінде қалдыруда шын мәнінде де бұл мазардың салынуы үлкен ары қарай рөл атқарды деп толықтай айта аламыз. Дендер тауға қарай бойлай көтерілгеніңде, үш бірдей ақшаңқай мазарлар күнге шағылысып, мен мұндалап өзіне қарай жетелейді. Ол қара ойдағы азаттық туын көтерген Махамбет баба, билікті сөзден ұлаға төрген Малайсары би, және семсер жырларын нөсірлеткен Мұрат ақын кесенелері. Бұл өңір осы Индер ауданының Жарсуат ауылдық округіне қарасты. Осы округтың өзінде осындай қазақтың тарихына белгілі тұлғаларға арналған орындар. Махамбет Малайсары биден басқа Мұрат Мөңкелі мазары осы территорияда. Бұның бәрі де қазіргі халықтың арнайы келетін орнына айналып отыр. Әсіресе айта кетуіміз керек, мына рухани жаңғыруға байланысты, ал қазір Қазақстанның түкпір-түкпірінен арнайы осы ат басын бұрып арнайы іздеп келіп жатқан топтар, жастар да, оның ішінде үлкендер де, адамдар өте көп. Шешендерді кідірткен, шежірені мүдірткен, кебеже құрсақ кең мыңдай сұлтан сұйық данадан, аты шулы данадам, Малай сынды елдер бар, Малай жүрген жерінде қалтыраған талайлар. Талай қырымен сыры ашылмаған, Малайсары мәңгіге тыныс тапқан, бей төбе басы осылай деп жырлап тұр.